мен мырзалар, мынау банкіге ақша салады екен сіздер жақта. Бізде негізі ақша салмайды. Сол жана Ақмаралдан сұрап жатсам, бұл банкідегі ақшаны жастар алмай деген, Ақмарал алмай деген, мына осы екі ортадағы жолды саламыз дейді. Сондықтан жолға кететін ақша екен. Сосын айтып жатыр, аппарат 500 теңге не принимает дейді. Салатын болсаңыздар, шын жүректен салыңыздар. Ешкім жетісіп жүрген жоқ қазір. Кеше бет ашарда осылай 40 минут тұрғам, домбыра шертіп. Ешкім қол соқпайды. Жарысып болашақта жорға желмен, келіп ем Теміртаудай орда белден. Әйбек жанның тойын бүгін басқарам деп, сабыр жаным асығып зорға келген. Сабырдай асабаны қарсы алыңдар, шолпанның жұлдызындай таңда көрген. Салиқалы ой айтайын ордаңызда, шалдардың қамшысындай талда өрген. Ей жүрші сабыр тойды сен бастайсың деп, ерік деген нағашы ала келген. Қол бастаудан сөз бастау қиын ғой деп, кезінде бабаларым баға берген. Ей кешегі ақан сері жас болса да тілімен қазықты да қаға берген. 15-інде ойлы сөз айта білсе, балаңды да атам қазақ дана көрген. Ассалаумағалейкум амандастым, Кентаудың төріндегі уарда келмен. Сабыр жаным әніне салсын деймін, оттай болып ортада жансын деймін. Шапалақ ұрмай тұрған ағалардың машинасы бұзылып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай тұрған жеңгелерді ағаларым шапалақпен салсын деймін. Шапалақ ұрмай тұрған жігіттердің қыздары басқа байға барсын деймін. Шапалақ ұрмай тұрған аталардың пенсиясы қысқарып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай тұрған апалардың шалдары бір-бір тоқал алсын деймін. Шапалақ ұрып жатқан кентаулықтар 42.500-ден алсын деймін. Бісміллә сөз бастадым арапшалап, қуансын деп бүгінде қазаққа бақ. Айбектей ұлдарыңа жүрушеді, Кентауымның қыздары таласы бақ. Бүгін міне Заринаны қондырыпты, Тұрғояне екеуі жарасы бақ. Ал Кентауым шапалақпен шабыт берсең, енді мен бет ашайын қазақшалап. Шапалақты екі адам ұрмайды негізі. Біреу құлағы естімейтіндер, біреу Ақмаралды көре алмайтындар. Басынан бастаймыз. Не отыр? Ал ағайын, ағайын, ал ағайын, ағайын, домбырамды қағайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Келін келді туғандар, ағайын бауыр ұлаңдар, Ақмаралды қуантып көрімдігін сұраңдар. Той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мына жұрт көрімдігін асырсын. Асыл сөзді өлейін, көмейімнен төгейін, Заринадай келіннің бетін ашып берейін. Эх жаным Гүлайла, эх жаным Гүлайла, бүгінгідей күн қайда, өсіп-өсіп бет ашам, қиқулаңдар мұндайда, қол соғыңдар мұндайда.
Жұма сайын барындас, жұма сайын барындас, өл риза болмаса, тіреш қашан байымас. Айналайын ақ келін, айналайын пак келін, әруақтарға бір сәлем, әруақтарға мың сәлем. Анау тұрған атасы, сөзінің жоқ қатасы, балам әйел алды деп беріп отыр батасын. Айналайын ақ келін, аталарға бір сәлем, апаларға мың сәлем. Мына Ерік деген қайнағаң тағы да бір сәлем. Ерік, жұп болсын. Жұп болсын, Ерік. Ата, сен үшін келдім ғой? Жұп болсын. Саудагер ғой, ата, 2,5 теңге салып жатыр. Шапалақ соға жүрек, Ерік. Балам екеу болды деп, балам екеу болды деп, бақты үйге қонды деп, ақ тілегін тілеген, следующий енесі, енесі вообще молодцы, енесі вообще хороший, енең когда говорит, Зарина вообще не дыши, енең сенің анаң ғой, Ақмарал сенің данаң ғой, енең сені жұмсаса, 120 мен бара ғой, бар деген жерге бара ғой, қал деген жерден қала ғой. Айналайын ақ келін, енеңізге бір сәлем. Эх, жаным Гүлайла, Ақмаралың ол қайда? Ақмаралға ағайын, бір шапалақ соқпай ма, бір шапалақ соқпай ма? Сүрінген құлагерім, жаныңа медет болсам, алдыңда тұра берем, шапалақ соғып тұрсаң. Ақмарал тағы да сал, түйіп ап орамалға, банкіге тастап жібер, соңғы рет қарап алды. Ақмарал тағы да сал деп қоймаса. Қуансыншы әрбір үй, шырқалсыншы ән мен күй, қуанып тойға келіп отыр құдалар мен құдағи. Айналайын ақ келін, құдаларға бір сәлем, құдағиға бір сәлем, құдағиға бір сәлем. Байырғы құда абырдай бүгін ұлдарың, домбырасын ау теріп тұр, тойды бүгін бастауға, Теміртаудан келіп тұр, үйленіп жатыр өткені, көрікті қыз бен бөрік тұл. Құдайым бүгін Айбектің, құдайым бүгін Айбектің, керегелерін кеңейтіп, босағаларын берік қыл. Шапағатым ол кентауым, шапалақ ұрмай неғып тұр. Анау тұрған нағашың, анау тұрған нағашың, арты қойының бағасы, жеңеленіп жатқанда көрімдікке берері, бір жылқы шығар шамасы. Айналайын ақ келін, нағашыға бір сәлем, нағашыға мың сәлем. Эх, жаным Гүлайла, бүгінгідей күн қайда, өсіп бет ашсам, қол соғыңдар мұндайда, қол соғыңдар мұнда. Рахмет, өзіме нағашыларды қатты жақсы көрем. Бала кезімнен нағашыларым қолында өстім, потому что олар біздің үйде тұрды. Соң айта салайын. Жастайынан бір көскен, тайғылындай тебіскен, бір жартыны тең ішіп, милицияға бір түскен. Айналайын ақ келін, папаңыздың, мамаңыздың достарына бір сәлем, достарына мың сәлем. Ай, қазағым қар өлеңге құмар елсін, сендағы арды өлеңге мұрагерсің. Ақмарал жеңгей тілейтін тілегім сол, бастарыңа бақыт құсы қона берсін. Айбекке жамандық ойлағанның, тіл жағым жаратқанным буа берсін. Ей, Айбектің ұрпағын көбейтем деп, Заринам жыл сайын туа берсін. Немереннің қызығына тоймай көліп, Ақмаралым жаялығын жуа берсін.
екеуінің бақытты болғанына бүкіл қазақ куә болсын, куә болсын. Осы тілек қабыл болсын деген жандар аямай шапалағын соға берсін. Асхатжан денсаулығың мықты болсын, келінжан жыл сайын жүкті болсын. Сен бүгін отау құрып жатырсың ғой, сондықтан да жүрегің түкті болсын. Сау басыңа тілеп аған сақинаңды, саусағыңа таққан күнің құтты болсын. Айбегім Заринаны таңдайды екен, Сабыржан әндерін ау арнайды екен. Теміртаудан келіп бүгін бет аштым ғой, Айбекті бірдеңе салмай мекен. Рахмет. О заманда бұл заман өзінің қатына өзіне көрімдік беріп атқан бірінші рет көріп атым мен. Қалжындайым, керек емес. Новый костюм тесілмеген әлі. О Алла, жай қалжындап едім ғой. Молодец. Ойлағым ғана Теміртау анау мынау деп айтқанға бір нормально салман десем. Қазір 2000 теңге не аласың құрысын? Айтыңыздашы, магазинге барсың, бір сүт, бір нан, бір кола аласың, бітті. Сен салдың ба? Да, сал. Айналайын. Таяқ ұстаған міндет қылмам бізге. Ал енді қадірлі бүгінгі келініміздің беті ашылып, қазір енді үлкендер келем, құдалар келем деген үшін. Сіздерде салт солай екен ғой, бет ашарда құдалар болмайды. Енді біз жақта бола бере ме? Неге сіздердің дәстүр дұрыс, сіздердің салттар дұрыс. Әке-шешесінің көзінше бет ашқан өте ерісі көрінеді, бірақ енді біз асаба болған екен, оны айта алмаймыз. Біз бейшараға ақшасын береді, аузын жауып қояды. Енді келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Мен ашып, мені көріп қорқып кетіп жүрер. Өзімен тұратын енесі, малдың жауы кене, келінің жауы ене дейді. Келіңіз. Домбыраны ал. Келіңіз. Рахмет. Ақмарал, күліп жүріңіз. Той сіздікі. Мұна халыққа тамақ, салат ештеңе қызық емес. Тек қана сіздің настроениеңіз. Кімнің үйіне барсаң, үйдің егесінің қабағына қарайсың. Солай ғой, апа? Қабағы дұрыс болса, онда жақсы тамақ ішесің, су ішесің. Апа, амансыз ба? Сән берді қалайсың? Мен таныдыңыз ба, апа? Үй жаным, апам келін болып түскенде бетін ашқам десең. Енді былай істейік. Ошым Заринаға әке-шешесі жоқ қой қазір мында, ешқандай туысқан жоқ, бәрі әлі келген жоқ. Ошым бетін ашқан кезде көзіне тік қара. Көзіңді алма. Бірінші келін ба? Иә. Үйретіп тұса, үйде кім хозяин, кім хозяйка. Көзіңді алма. Маңдайынан сүй, мен секілді ана бол деп. Бетінен сүй, мен секілді дана бол деп. Достойны келін бол деп. Құлағын тістеп жұлып алыңыз. Давай, кете. Әй қой келіншек, супер келіншек. Әй қой келіншек, супер келіншек. Әй қой келіншек. Салға тағам қайда? Тәке келіңіз отағыр. Мұнда тұра беріңіз, тәке. Жақын жерді. Шабалақ! Көріңіз. Рахмет. Ақмарал, Заринаның күйеуін сүйсей. Балаңды кімді дегеніз? Сүйі балам, бетіңнен, күннің көзі түсіп сау деймеген. Заринаның күйеуін сүйсейсің кімді дейді? Айбекжан, құрметті женшелер, жеңгелер, сіздердің жолдарыңызды берсін. Сіздердің Аллах тағала осы әулетке келін болып жүрсіздер. Енді милиция ұқсамай жіберіңдер ана. Жіберіңдер ана, Айбек келсін. Кел Айбек қасына. Не, жанны. Не, чүт-чүт тұрсыншы қасында, кел. Үйленге. Ау. Не, жанына тұр кел. Міне, жас жұбайлар, осы.